Бетіңіздегі және денеңіздегі сепкілдерден құтылам десеңіздер, осы видеомды соңына дейін тыңдаңыздар. Беттегі, денедегі дақтар сепкілдер дерматологиялық ауру немесе косметикалық дефект емес. Ол әдетте терінің тегіс күймеуінен болатын құбылыс болып келеді. Көбінде сепкіл ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады. Денеңіздегі, бетіңіздегі, қолыңыздағы сепкілді емдемес бұрын оның алдын алу шараларын қолдануыңыз қажет. Күн әлі денені қатты қыздырмаған кезде арнайы қорғаушы құралдарды пайдаланған абзал. Мысалыға, күндізгі исмай немесе макияждың негізгі базасының құрамында спрей фильтрі 30-дан асатын күннен қорғақсы бар болу керек. Қара көзілдірік пен бетті күннен қорғап тұратын бас киімдерде сепкілдің алдын алады. Сепкілді кетіру үшін ағарту әдістері мен кремдер және үйдегі барлық заттармен кетіруге болатын жайлы айтайын. Әрбіріміздің үйімізден табылатын қияр маскасын жасайық. Қиярды ұнтақтап, шырынын сығып алыңыз. Дәкені шырынға малып, бетіңізге 10-15 минутқа жауып қойыңыз. Бұл маскадан кейін жуыну міндетті емес. Бар болғаны бетке арналған исмай жағуыңызға болады. Сіздерге құлпынай маскасы жайлы да айта кетейін. Шанышқымен бірнеше құлпынайды езіп, шай қасықпен майлы емес қаймақ не кілегеймен араластырыңыз. Қоспаны бетке жағып, 15 минуттан кейін жылы сумен жуып тастасаңыз болады. Одан кейін нәрлендіруші исмайды жағып қойыңыз. Қарапайым сүтті де қолдануға болады екен. Қышқыл сүтпен жуынып, бетті ағартуға болады екен. Егер сепкіл тым көп болатын болса, жарты стакан қышқыл сүтке 1 шай қасық ақжелкекті үгітіп, сулыны ұнын қосып, қою қоспа дайындаңыз. Қоспаны дәкеннің көмегімен бетке жағып, 15-20 минуттан кейін сүртіп тастаңыз. Ақжелкен шырыны. Сондай-ақ ақжелкен шырыны да сепкілден жақсы тазартады. Ақжелкенді ұнтақтап, шырынын дәке арқылы сығып, сүтпен бірдей қатынаста араластырыңыз. Қоспамен бетті күніне 2 рет сүртіп тұрсаңыз жеткілікті. Қоспаны тоңазытқышқа 2 күннен артық сақтауға болмайды. Глицерин. Глицерин сепкілді тез емдеуге көмектеседі. Ол үшін мақта таяқшасын глицеринмен сулап, сепкілі бар жерлерді нүктелеп жағып шығасыз. Бетіңіз қабыршақтанғанша күнделікті қайталап тұрыңыз. Құрғаған жерлерге ылғалдандырғыш исмай дәруменінің майлы ерітіндісін жағып жару керек. Пилинг жасау үшін 2 ас қасық бал, 2 ас қасық ұнтақталған сулы қауызы, жарты лимон шырыны керек. Дайындалу жолы: барлық ингредиентті жақсылап араластырып алыңыз. Бетке жағып бірнеше минут уқалап, 7 минут күтіңіз. Уақыт өткен соң бетті жуып тастаңыз. Ылғалдандырушы исмай жағып нәрлендіріңіз. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, өз ойларыңызды жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.